Торқа шөбі шүйгін Қойнау алтын тұшығыдық ауылында дүркіреген той өтті. Елдің ырысы төгіліп, пейілі кеңейіп, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген меймандарды қарсы алды. Көрсе де ауыр күнді, қиын жылды саудаға салмай өсті, сүйіп жырды деп Есенғали жырлағандай, жүрегі қазақ, жаны азат, заты бекзаттарды бейжай қалдырмайтын рухани шара жыр алыбы Сәттіғұлдың 150 жылдығына арналды. Мөп-мөлдір тұшығыдықтың таңғы ауасында төбегі құйқаңды шымырлатқан жырлар төгіліп, дүрлер шашылды. Тойдың тамашасын бақпа, тағылымын бақ. Бұл шара тек Адай Мұңалдың, Маңғыстаудың тойы емес, Исі қазақтың жыр мен өнердің тойы болды. 10 маусымда күн нұрына малынған 30-дан аса ағаш үй төгіліп, 500-ден аса жамағатты қамтыған дүбірлі мереке қазақтың атан жілік ақыны Сәттіғұлдың әруағын ұлықтады. Бірақ мақсат Сәттіғұлдай Айбоз ақынның атағын шығару ғана емес, Жырдарияның жауһарын жүрегіне бойтұмар қылып таққан жастардың талабын тасыту. Қазақтың руханият бақшасын топалаң заманда қанша өрт шалса да, артынан алшындап қаулап өсетіне тағы бір көзіміз жетті. Жырдария сарқылған жоқ, қайта арнасы толып, танабы кеңейіп, тулақтай қатып жатқан тақырларға су жүгіріп кемеліне келді. Ойы терең, сөзі зерен, жас толқындардың көбейгенін көрсетті. Сәттіғұл Жанғабылұлы 1876 жылы Бозашы түбегінде дүние қапысын ашып, 90 жасаған Айбоз ақын. Адайдың Мұңал, Жаулы, Жары, Тастемір тақтасынан тараған Сәтекең 15 жасынан бастап жыраулық жолға түседі. Абыл Нұрым қашаған Әбу Бәкір, Ақтан, Мұрат, Аралбай өмірлерді ұстаз тұтқан ол, жарғақ құлағы жастыққа тимей, ыпыны кеткен қалың бұқараның жоғын жоқтап, мұңын мұңдады. Жаныңды нұрландырар жалынды жырларымен ұлтының намысын қорғап, жыртысын жыртты. Жақсылыққа сенімін оятып, үмітін ұштады. Өлімге басын тігіп Маңғыстауды ойсыратып кеткен ұлы жұт туралы ол итшыл еді деген тарихи дастан, қара жұмысқа алынған 3000 адам туралы замананың сазына толғауын, Иса Досан көтерілісіне арнап Досан батыр дастанын, репрессияға ұшыраған Тобаняз туралы Тобаняз түрмеге түскенде атты жырын шығарып, өзінің азаматтық позициясын айқын көрсетуден жалықпады. Міне осындай тар кезеңде де өз жолынан таймаған сөз ұстасы Сәттіғұлдың мұраларын ұлықтау шарасы бүкіл қазақ байтағын қамтыды. Атырау, Жем, Сағыз, Маңғыстаудың бойында өткен шаралар бүгін Тұщықұдықта жалғасын тапты. Мұнда аузымен құс түстеген ақындар, Құрышбереннің жүзіндей өткір сөзді жыршылар, жауырыны жерге тимеген палуандар, пейілі дария, жүрегі дархан сахилар жиылыпты. Томашадай баладан кәрі құлақ қарияға дейін қалмай жиналып, 2 күн бойы Тұщықұдық құмында тағылымды тойға куә болды. Ауылдың түйекеш ағалары да келген меймандарды қолынан қақпай, табаннан таусылып жүріп, дастарханын мол жайып, бір-біріне ниеті кең, тілегі толаға екенін көрсетті. Жыр десе, делебесі қозатын дүйім жұрт көсіле шапқан жыршыларды таңды таң құрып тыңдады. Сайын Сахараның төсінде өткен, келгенді де, келмегенді де арманда қалдырған бұл шарада жыр сайысынан бөлек ақындар мүшайрасы, палуандар күресі, ғылыми конференция, ұлттық қолөнер жәрмеңкесі, қарилар жарысы болды. Қазақтың игі жақсылары қатысып, Сәттіғұлдың 1000 беттік кітабының тұсауын кесті. Мінезің ауырдай қорғасындай, болғаңдап өстің әке ордасындай, аузыңнан шыққан лебің жарасадай, мырзаның 1000 теңгелік жорғасындай, ой, ақылың ақ дарияның ағысындай, аш белің ашарайнаның, ақ белің ақ бетің шарайнаның шынысындай, ой, үйіңнен күндіз түні ат кетпейді. Маңғыстаудың өзінде өнер колледжі мен Есенов университетінде жыр мамандығы бойынша жылына 30-40 жас жыршы түлеп шығады. Жыршылыққа қызығатын жастар өте көп. Соның бірі бүгін жарысқа қатыса алмаса да өнерге құлаш ұруға ниетін білдірген Мұқаш, қасиетті Қазығұрттан келіп, көрерменді өз жырымен серпілтті. Ей Хадишан аялғанда, ақ некесін қисын деп, ей Жәбрилге Алла бұйырған, ей сол себептен неке қиылған. Осы шараға мұрындық болған елде жүріп ер жеткен өнер жанашыры Бердіхан Әлменнің айтуынша, жыр тарихында бірінші рет бас жүлдеге үй тігілді. Арға тартпай арман тұл, намыс қумай мақсат тұл деп өскен елдің ұландары жұртшылықты тағы бір таңғалдырды. Парламент сенатының депутаты Бекбол Орынбасаров көкеміз үкіметтің деңгейіне қойып, 27-28 жылдары мектеп бағдарламасына енетін қылып, және мерекелік тізімге қосты, атаулы күн мерекелік атаға. Содан бастап 3 министрлік, білім министрлігі, жоғары білім министрлігі және мәдениет министрлігі Алматыда, Астанада, Атырауда елдің азаматтарының қолдауымен шаралар өтті. Жыл сайын брендке айналдырып жіберу керек және жыл сайын Тұщықұдықта өту керек. Әбдіразақ, Әбдіхалық деген кісілер болған. Тастемір таралымының Қылыш деген тақтасынан. Тумаласы енді Сәтекең тумаласы. Ауылдың қызы Күләш Әбілханова деген апамыздың барған ауылы Сұлтанбек Нұржанов деген қалша ауылы. Яғни сол Сұлтанбек көкеміз бен Күләш апамыздан туған Талғат Нұржанов деген жігіт нағашымның құрметіне
осындай бәйге тіксем бола ма деп хабарласқан. Біз қуана келістік. Қазанаттың көсілгеніндей арналы сөз тыңдауға келген жамағаттың арасында ел жақсылары мен зиялылары жиналыпты. Қасиетті сахнаға Сәттіғұл жыраудың қызы Ақбибі апамыз, Қабиболла Сыдиқтың жары Гүлшат шешеміз, ақиық ақын Светқали Нұржан және кітапты құрастырушы Бердіхан Әлмен мен жас ғалым Мұстафа Шоқай көтерілді. Асылдың сынығы, тектінің қиығы Сәтекеңнің қызы Ақбибі апамыз батасын берді. Естелік әңгімесін айтты, ғазиз басын тәуекелге талай тіккен қасиетті әкесі туралы біраз шер тарқатты. Сәттіғұл жырау тек елдік шаруада ерлік көрсеткен езгу емес, күнделікті қарабайыр тірлік шаруада да кеңдік көрсете білген жақсы әке болғанын айтты. Ешқандай қорлық көрсеткен жоқ, ешқандай жамандық көрсеткен жоқ. Ішпесімді іштім, кимесімді кидім, сол әкемнің арқасында шалқып өмір сүрдім. Сәтекеңнің молдалығы мен тақуалығын қызы Ақбибі апамыз айрықша атап көрсетті. Өте сауатты адам, мына Құран туралы. Өзі қасиетті адам. Қасиеттілігі сол 40-шы жылы біз соғысты жеңеміз деп қақсап отыр. Гитлер тасқа соқты маңдайын, тұмсығын бізге соғам депті, өлең айтып отырады. Сәтекеңнің шығармаларын жинақтап, аузынан жазып алып, баспаға ұсынған алғашқы ғалым осы Қабекең. Ғалымның сол кездегі жанкештілігі мен табандылығы туралы Гүлшат шешеміз ағынан жарылып айтып берді. Қабекең ол кісіге Жетібайда тұрғанда 64-ші жылы барып жолығып, ең бірінші сол кісінің өлеңдерін жазып алған екен. Ол кезде магнитофон деген жоқ, диктофон деген жоқ, аузынан не шықты соның бәрін қолында блокнотына бетіп түртіп жазып отырған ғой. Соны кейін бәрін жазып, жүйеге келтіріп өлеңдерін. Сосын Өтежан Алшынбаев деген ағай сол кезде мына Маңғыстау ауданының аудандық парткомының секретары екен. Сол кісіге бірнеше жазған хаты бар. Сонда сол атаны өзіңіз барып көріп, жиналыс ашып, ол кісінің қысқаша характеристика беріп, соны жазушылар одағына жіберіңіздер дейді. Ол кезде біздер Атырауда тұрдық, ол кезде Гурьев деп аталынады ғой. Бұл кісі 1 жылдық аспирантурада оқып жүрген Казгудың жанынан. Сосын соның бәрін жіберіп, бұл кісіге өтініш жасап сөйткен екен. Қабиболла Сыдиқтан кейін Сәттіғұл жырау туралы басылым беттерінен әр жылдарда мақалалар жарық көріп тұрды. Бірақ толыққанды ғылыми зерттеуді Есенов университетінің оқытушысы ғалым Әлия Жеткізгенова жасаған екен. Ол Сәттіғұлдың шығармаларындағы тілдік ерекшеліктерді аянбай зерттеп, 2010 жылы ақындық дәстүр және Сәттіғұл шығармашылық атауымен ол туралы деректерді тыңнан төлетіп қайта жаңғыртқан. Енді ақынның шығармалары жанрлық жағынан ауқымды, жанрлық жағынан бұл ненің барлық саласына қалам тартқан, жырға қосқан. Енді бұл жыршы, жырау дейміз ғой. Кімнің мұрын жыраудың, Қырымның қырық батырының мұрын жыраудың көмбесінде кетіп бара жатқандығын, көкірек сарайында кетіп бара жатқанына шырылдап, ғылыми айналымға түсуіне, ғалымдардың жазып алуына мұрындық болды. Одан кейін көлемді дастан, Иса Досан Батыр жырын әкелді. Сосын арнаулары кеңестік кезеңдегі әрине тапсырыспен жазылған. Сосын тағы ақынның айтайын деп кеткен Украинадағы Барвинок журналына ақынның өлеңі жарияланған. Бұның мысалы имандылықпен астасқан, мысалы діни жырлары әлі ашылмай жатыр. Мысалы Сәттіғұлдың несі жырлардың көбі жаңағы шариғат, мысалы қарап тұрсаң, шариғатпен байланысты. Бүкіл мысалы жыл қазір көп жерлерде мысалы діндердің өзін, мысалы намаз оққандардың бәрі қазір бақавист, болмаса басқа деп айтады ғой. Соның барлығы осы мына Сәттіғұлдың жырларын қанық білмегендіктен, Сәттіғұлдың мына алла сопылық мектептердің діни сөздерін кішкене әлде халыққа түсіндіру жағын зерттеу керек деп есептеймін. Сәттіғұлдың тұшымды да түйінді толғамдары әлде қазақ ғылымының зерттеу пұшпағына айналарына сенеміз. Ол ойымызды жыраудың жинағын құрастырушы жас ғалым Мұстафа Шоқай да тастиқтады. Көбінесе Маңғыстаудың жыраулық өнері, ақын жыраулары деген жалпы тақырыптың аясында қарастырылады зерттеулерде. Сонымен қатар мына жергілікті ғалымдардың зерттеу объектісіне жиі айналады десек болады. Ал енді бұл Сәттіғұл мейлінше ғылыми зерттеу институттарының, үлкен бір редакциялық алқалардың,
ғалымдар тобының бір зерттеуіне айналса, гранттық әртүрлі қаржыландыратын жобалар бар ғой, солардың тақырыбына айналса өте көп зерттеулер шығарып жатыр. Мәселен, Сәттіғұлдың діни толғаулары шамалы адамның тісі бата бермейтін, зерттейтін, әлде тарқата түсетін дүниелер. Одан дейтін бүкіл ұлттық діни дүниетанымды ашып айқындауға болады. Қаперге бере кетелік, Сәттіғұл атамызды кезінде діншілдік үшін жазушылар одағы өз қатарына алмай әділетсіздік көрсеткен, ал Мәскеудегі декадаға аяғымен барып тұрған жерінен қатыстырмай, тақым бұрау, тар қыспаққа алғысы келгендер көп болған. Бірақ сонысына қарамай, есіл шал мұңы ауыр, уайымы қалың жырлардан гөрі елдің үмітін оятып, мейманасын асыратын жырлар жазудан танбаған. Құдайды ұлықтап, пайғамбарды мадақтап, әулиелерді ардақтады. Бүгін оқырманға жол тартатын Сәттіғұл жырдың шынжыр кітабы бір ғана тұлғаның шығармашылық мұрасын жинақтаған кітап емес, халқымыздың рухани жадысын жаңғыртқан, жыраулық өнердің құндылығын ұлықтаған тағылымды туынды болғай. Қос тойын қатар келсін. Былтырдан бері табаннан таусылып жүріп еңбек еткен Бердіхан Әлмен жіліктің майлы басын ұсынды. Жырау жайында жарияланған жер бетінде қандай мақала, ғылыми еңбек, арна, өлең сөз болса, соның барлығын 1000 беттік сар кітапқа жинақтап, қалың бұқараға ұсынды. Тойда тұсауы кесіліп, сүйіншісі сұралды. Бұған дейін Сәттіғұлдың аманат жыр жинағы шыққан болатын. Енді Бердіхан мен Мұстафа жинақтаған кітапта жыраудың өз шығармаларымен бірге оған қатысты барлық деректерді бір жерден оқи алатын болдыңыз. Бұл жинақ жаңағы Бердіхан Әлмен айтып өткендей 9 кітап деп өзі айтып жатыр. Шындығында бұл жинақ 9 кітапқа бөлсең де, 10 кітапқа бөлсең де болатындай жинақ, себебі өте үлкен көлемде шығарылып тұр. Сонымен қатар форматы да үлкен. Егер бұған енбей қалған материалдарды, әлде зерттелетін, жасалатын академиялық жинақтарды, зерттеулерді есепке алсақ, оның есебі одан да өте көп болуы мүмкін. Тіпті 15 томды көп томдыққа ұласуы мүмкін. Шүкір, соңғы жылдары статистикаға сүйенсек, кітап оқушы жастар қатары қалыңдап келе жатыр. Әпш айтпақшы, жастарды шалдардың мінезі меңдеп келе жатыр. Бойымызға ұлттық қан, ойымызға ұлттық жан енген шақта жасалған ерен еңбек елеусіз қалмасы анық. Оның басында тұнау Енесай менен Орқын керуленнің бойында, таластың бойында шапқысы сыңғырлап Қаратасқа мәңгілік жыр жазып кеткен бәдіздеп, жолдық тегін тоны көк жыраулардың сыңғыр еді, қалмыш, сол топаннан қалмыш еді, сол қасиетті ұрық бар еді Сәтекеңнің жырларында. Одан кейінгі әулиелер сұлтаны күллі дүниенің темір қазығы, машайықтар ұлығы, Шақыр Ибраимның құлыны, ана көккүмбездің астында жатқан Құлқожа Ахмет Яссауи бабамыз, о кісінің халифасы, Маңғыстауда қос перзенті жатқан Сүлеймен Бақырғани бабамыздан жалғасқан әулиелердің хикмет сарыны жатыр еді Сәтекемнің бойында, Сәтекем қалдырған мұрада. Одан бергі ұлы жырау Сыпырадан басталатын, Асан қайғы қарға бойлы қаз туған, Шалгиыз Доспанбет, Жиенбет, Ақтанберді Бұқар жыраудан жалғасқан салқар көш ұлы жыраулардың үніменен мұңы жатыр еді Сәтекеңнің мұрасында. Бағзы сағаналардың қабырғасын қалайтын қасиетті кірпіштей мына кітапты жасап шығарған, біздің қолымызға тигізіп отырған, бүкіл бейнетін шеккен мына бейбанасы Бердіхан менен аты жақсы Мұстафа Шоқай бауырларымыз, Аллах тағала қол-аяқтарына дерт бермесін. Мына жақта арқалы ақын қабырғаңды сөгіп, бөтекеңді суырғандай сөздер айтып жатқанда, бір қапталда қырдың қара қоңыр қаршыға жігіттері бір-бірімен күш сынасып жатты. Жаудың сұсынан да, сөздің уынан да қаймықпаған ақынның жерлестерінің бірі Айбек ең бірінші болып қарсыласын көп ұзатпай сұлатты. Біздің асылдарымызды құмға көкпесін. Байрақты бәсекелерде белдесіп жүрік. Енді осы Тұшығдық ауылында үлкен ас болып отыр. Соған орай келдік. Мықты палуандар жиналған, жақсы ұйымдастырылып отыр. Жалпы енді барлығы чемпион боламыз деп келіпті. Енді кімнің бағы бар, кімнің бабы мен бағы қатар жанады, сол адам алады. Чемпион болсақ дейтін ниеттеміз бәріміз.
Ағайын бір өліде, бір тіріде. Сәттіғұлға қатысы бар, жоғы бар. Тойға арнап жан-жақтан келіп, 30-дан аса ағаш үй жасақталып, ішіне әртүрлі кілемдер тұтылып, ойлы сырмақтар жазылды. Олардың ішінде Тобанияз, Айдар Ишан, Шотан Батыр, Иса Тіленбайұлы, Мерген ата тағы да басқа ел бірлігі мен тұтастығына қызмет еткен абзалдардың атынан тігілген үйлерге шалғайдан келген меймандар қонақ болды. Сондай үйлердің бірі кезінде Сәттіғұл атамыз жыр араша арнап кеңестің қанқұйлы саясатының құрбаны болған Тобанияздың атынан тігілді. Сәттіғұл кәкеміздің 100 жылдығына арналған іс-шараға өз үлесіміз қосайық деп Тобанияз кәкеміздің атынан ағаш үйімізді тігіп жатырмыз. Іс-шара керемет, 32 ағаш үй тігіліп жатыр. Көңіл көйтетін керемет, енді оның айтатыны жоқ. Осындай деңгейде өткізіп, келер ұрпаққа бір өнеге тәрбиелік бағытта бір қалдырып, өзі басқасында жүріп, ыстығына күйіп, суығына тоңып, осы жақсы өтсін, келер ұрпаққа бір дүние болып қалсын, тәрбиелік бағыты, мағынасы зор бола ма деген ниетпен шауып жүрген үніміз. Ол кісіге де үлкен денсаулық, бала-шағасына амандық тілеймін. Азар ата ұрпағы Жетібай ауылынан осы темір үйімізді, палаткамызды тігіп, халыққа қызмет жасап жатырмыз. Осындай шараларға енді жас кезімізден әке-шешеміз, ағаларымыз үйретті ғой енді. Осындай халықты жылы қабақпен қарсы алып, құрметтеп өзіміздің немізге қонақ қылып шақыру, қонақ жай халықпыз ғой түбінде, негізі қазақ халқы. Қасиетті Қарашалдың құрметіне тігілген тағы бір үй Мерген емшінің атынан еді. Ергізде екі сөйлемеген ескі шалдың құрметіне не жасасаң да аз. Соны түйсінген елі барына шүкір. Мерген атаның үйін келіні тиянақты таныстырды. Атамыздың әкесі, мінекей аталарымыз, шешесіменен осы жердегі атамыздың ем жасап атқан кезі, мынау емдік әр жерге барып қыдырғаны, Мекке Мәдинаға барып қажылық еткен сапары туралы баяндалған. Мынау атамыздың 80 жасынан көріністер, өзінің өмірі кезінде киген костюмі, одан кейін барып, мынау жұлдызды емші деген соңғы алған медалы 80 жасында. Ал мынау шаңырақ, біздің қазір үлкен қайнағамыздың шаңырағы, осы шаңырақты осы кісілер ұстап отыр. Осы біз музей қылып, осы үйге тігіп жатырмыз. Алысты жақын ететінде, тікенді гүл ететінде адамның ақылы. Ауылдың мамықтай кешкі ауасымен жиналғандар интеллектуалдық бастайым ойынына қатысып, ақылын алына салып, тіліне кезек берді. 150 жылдық аясында өткен бастайым ақтау квиз интеллектуалдар сайысында бірінші орын алған кім? Кім? Қандай команда? Жәдігер командасы! Тып-тыныш жаздың мақпал түнінде Маңғыстау өнерпаздарының концерті өтті. Ымырт қамағанына, шаршағанына қарамастан жиналған жұрт тайлы тұяғымен думанды тамашалады. Келесі күні таң атысымен республикалық ғылыми конференцияға жан-жақтан келген ғалымдар баяндама оқыса, тұсқайта сөзінің нәрі, ойының ұшқыны бар балаң ақындардың мүшайрасы өтті. Бір жағында мешітте жас қарилардың құран жарысы болса, жыр сайысы қара кешке дейін бір жағынан жалғасты. Менің жасым 12-де. Мен 31-ші мектепте 6-шы сыныпта оқимын. Мен бүгінгі жарысқа жақсы дайындалып, жақсы көрсеттім деп ойлаймын. Жақсы болды. Мен Құраннан 3 сұрақ берді. 3 сұраққа жауап бердім. Бір лұқма алдым. Қандай сұрақтар еді? Біреуі Буруж сүресінен, Бәйина сүресінен, сосын Тин сүресінен. Жыршылар да қалысар емес. Бірінің өңешін бірі суырып алардай, бірі ыңыранып айтса, бірі екіленіп отырып жырлайды, бірі қозғалақтанып, арқаланып айтса, бірі кең өңмешке салынып, ұзаққа шабады. Не де болса, көк жылындардың тұқымы көсіле сілтеді. Сәттіғұлдың жыры мен сырына сүйсініп тыңдай бергің келеді. Тыңдаған сайын көңілдің ширатылған түйіні ашыла түседі. Жыр додасына қатысушылардың бірі Ақылбек 10 жылдан бері жырды серік қылған. Жарыста 2-ші орын алып, жастық шалықтың орнына жыраулық жорықта жүрген жыршы жігіт әлі де алар асуы алда екенін айтты. Бұл сайысты ұзақ дайындалдық. Бағы мен бабы қатар шапқан жүйріктер жан-жақтан республиканың түкпір-түкпірінен келіп өздерінің бағын сынады. Әрине оған да қалыс қалған жоқпыз. Бұйырған жүлдені алып жатырмыз. Досан Батыр дастаны өте күрделі дәрежеде, және де мүштарих сияқты, насихат сөзі сияқты Сәттіғұл атамыздың дінге, жақсы жолға бағыттайтын
әдемі шығармалары бар, көркем шығармалары. Әсіресе ең бірінші Сәттіғұл атамыздың әлеуметкелдің құрала дейтін термесінен бастап жаттадық бала күнімізден. Қазіргі таңда Сәттіғұл атамыздың 6-7 ұзақ көлемдегі шығармаларын білем деп өзім мақтанып айта аламын. Кеше арнау ретінде Саламатұлы Сарбасқа дейтін Саламатұлы Сарбас атамызға арнаған арнауына үлкен сахнада орындадым. Онымен қоса Әбді және Абдулла Әбді Хазіреттерге дейтін атамыздың хазіреттерге арнау бар. Оны да көп жерде сахналарда орындап жүрмін. Енді бүгінгі жүлдеме ризамын. Өзімнің күдірген жерлеріміз болды. Бірақ өзіміздің деңгейімізде өнер көрсеттім деп есептеймін. Сайыстың аты сайыс, талант па, талапкер ме, мұны әп дегеннен айыра қою қиын болар. Дегенмен де Қазылар алқасының мүшесі жыршы Аманбек Көмек барынша әділ бағасын бергенін айтады. Балдарды кейін тартпайық, қолдан келсе оларды көтермелейік. Міне жырдың арқасында осындай атақ абыройға ие болып жатыр. Ар жағында әлем танитын, әлемдік деңгейге жеткен Сәттіғұл атамыздың той құласын деген ниет бізде. Ең төменгі деңгей 60 болсын деп есептеп едік. Өйткені ана балдардың шабысына қарай сәйкес, мысалға мен ойладым, масқара бұлар керемет өрлеп кетіпті, керемет өсіп кетіпті. Тоқетері бас жүлдені Оза шауып Бердібай Тойғұлиев жолып алды. Оған ешкімнің де дау болмады. Жыр додасының ерекшелігі ақсаңдақ жүйрік алдына жан салмай, жүрекке күмән салмай, мәреге бұрын жететін әдеті бар. Себебі бұл дода сіңірі созылып, қанаты талып, орта жолда қалатындарды аямайды. Сондықтан да сүзбе буаз дау тудырмайды. Қазақта тас қамалдай қатып қалған қасаң түсінік бар. Жыр бағаланбайды деген. Бүгін сол түсінік талқан болды. Тойда бұрын болмаған тосын жағдай болды. Себебі арғы бергі тарихта жыр додасына бас жүлдеге ешқашан үй тігілмеген болатын. Үйді алып берген Сәтекеңнің жиені екен. Нағашым болады Сәттіғұл жаңа ол. Ал жиын ел болмас деген бар айтылатын. Жиынның ел болу үшін дәлелдеу үшін шықтым. Ал құтты болсын, той болсын. Ауылдың тағы бір сақиы Тұщықұдық ауылына домбыраның ескерткішін сыйлаған болатын. Тойдың қызығын айта берсе көп. Көздің жауын алар көрмеде Ақтөбеден келген күмістер қойылды. Ұлан асыр тойға сәнгөрік берген Алтыбақанда уыздай іркілдеген ақ үрпек, қыз жігіттер, ақ сұпыдай бет біткен, оймақ ауыз күлімгөз, ақ шыныдай ет біткен бәйбішелер, тіпті жаңа үйретілген асаудай ұрыншақ балалар арқайын тербелді. Кезіндегі Сәтекеңді әбден запы қылған жоқшылық бүгінде салтанаты асқан молшылыққа айналыпты. Тойдың ең ерекшесі Сәтекеңнің мұралары сақталған музей көрмеседі. Музей қызметкерлері арқалы жыраудың ақындық айшығын айқара ашуға қажетті жәдігерлердің сақталуын қатаң құн тапты. 3 жүрмелі көрмені ұйымдастырып, осы Тұщықұдық ауылына 9 маусым келіп ұйымдастырып құрып, 10-11 маусым күндері біз халықпен жұмыс жасаудамыз. Негізінен біздің алып келген көрменің жәдігерлері 3 ағаш үйде орналасты. Оның біреуі осы Маңғыстау аудандық музей филиалындағы жәдігерлермен қойылған Сәттіғұл Жанғабылұлының өзіне арналған көрме осы ағаш үйде орналасқан. Онда негізінен Сәттіғұл Жанғабылұлының өзінің киген шапандары және біздің кеңестік кезеңнен жазылған қолжазбалары, Сәттіғұл Жанғабылұлы туралы алғашқы жаңа өмірдегі шыққан мақалалар, сондай-ақ домбыра, осы біздің Сәттіғұл Жанғабылұлына арналған музей залында орналасқан. Той кәдесіз болмас. Думанды шара аяқталарда барлық қатысушылар мен қонақтарға сыйлықтар табыс етілді. Сырт көзге қажетсіз көрінген қарапайым нәрсесін де қастерлейтін азамат Бердіхан дайындаған сыйлықтар жыр келешегінің жарқын болуын көксеген ақ тілектің жоралғысы еді. Тіпті адам ойына келмеген стикер жабысқыштарға дейін ұмытпапты. Бұл да балғын көкірек бөпелерді жырға баулудың бір әдісі шығар. Халық болып қалыптасып, ұлт болып ұйысу жолында жырдың алар орны ерек. Сондықтан Бердіханның бұл тілегін жүрегімізге бойтұмар еттік. Барымызды базарлап, ұлттың қуанышына ортақтасқаннан артық не бар? Қағазға қатталмаған шеті мөрленбеген даланың қағидалары көп ақ. Соның бірі әруаққа шынайы ниет, қалтқысыз құрмет көрсету.
Құдай жолды тура тартыңыз, жолды тура тартсаңыз, түзеле берер артыңыз деп Сәттіғұл айтпақшы. Ұрпағына түзу жолды нұсқап, діліне кір шалдырмаған атамыздың әр сөзін Құрандай жаттап алуымыз керек деп санаймын. Өзінің 90 жыл мағыналы ғұмырында ұлттың рухани мұқтаждығын өтеген Сәттіғұл жыраудың мәңгілік құтқанасы қайта жөндеуден өтіпті. Ұлттық болмыс пен рухымыздың тамыр талшығы оталып қыршылмай қалғаны осы шалдардың ақ тілегінен болар. Кеңестің қысқаштай қыспағынан аман өткен, бізге толағай мұрасы жеткен жыраудың ақындық тарпаң болмысы ешқашан ұрпақ санасынан өшпесін. Хақ Расулы Мұхаммед Абзал артық нұр өткен, артынан келіп 4 имам шариғат жолын күзеткен. Пәруар пірдің басшысы Қожа Ахмет Яссауи Түркістанда бұд өткен. Туына жұртын түнеткен. Зікірін айтып зарланып пікірін бізге мұр еткен. 7 өлікті тірілткен. Мұсылманға қайыр дұғы еткен деп жырлаған. Таңдайынан жарылған ділмар атамыз Сәттіғұл Жаңғабылұлының 150 жылдық тойы бүгін абыроймен өтті. Халқы сүйеді, жырына сүйенеді, мақамына сүйсінеді. Атаның өзі болса Айдар Ишанның қасында мәңгілік жайдан жатып, барлығына куә болып, рухы риза болып жатыр деген үміттеміз. Себебі өлі жебемей тірі баймайтыны тағы бар ғой. Көзі тірісінде бірде-бір ел жақсыларын ұмытпаған Сәттіғұл абызды елі ұмытпапты.